мынау мысалы ауыл. Жолдың оң жағында, сол жағында үйлер, ауылдың үйлері осындай. Ол тракқа да апасына, маған да апасына, сондықтан өздері көмектесті. Жоқ, жалпы негізі Қазақстанда машина айдап көрген жоқпын. Мәссаған. Иә, бастық болмайды сол плюсы. Сенің артыңнан, үстіңнен бүйтіп қарап тұрмайды. Ассалаумағалейкум ағайын, армысыздар. Жалпы Америкадағы иммигранттардың арасында өте танымал, тіпті ағылшын тілін білмей ақ істей беретін және табысы салыстырмалы түрде өте жақсы. Бойдағы жігіттер тіпті пәтер алмай ақ пәтерден үнемдесе, көлік алмай, сақтандыру алмай, соның барлығын үнемдеп ақшасын жинай алатын бір жұмыс түрі бар. Ол әрине трак драйвер. Бүгінгі таңда трак драйверлардың табыстары төмендеп кетті. Трак бизнесінде үлкен кризис болып жатыр. Көп адамдар трактан қашып жатыр деген әңгімелер қазір Америкада өрбіп жүр. Мен өзім бірнеше азаматты білем. Ой, трак нашар, қазір трактан кеттік, басқа жұмысқа ауыстық деп жүрген. Енді осы сұрақтарға жауап іздеу үшін мен Асқат деген бауырымызбен барып кездескім келіп тұр. Ол Асқат 4 жылдан бері Америкада осы трак драйвері болып жұмыс істейді. Бүгінгі таңда енді жеткілікті тәжірибесі бар және біздің осы Шарлотт қаласында тұрады. Егер осы сияқты тақырып ұнайтын болса, бас бармақты басып жіберіңіздер және каналға міндетті түрде жазылыңыздар. Ол менің кішкене каналымның дамуына және ана тіліміздегі контенттің жоғары қарай көтерілуіне YouTube алгоритмінде, YouTube жаңағы платформасында үлкен септігін тигізеді. Егер оны басып қойған болсаңыздар, сіздерге Алла разы болсын. Бүгінгі түсірілетін контентке байланысты сұрақтарыңыз болса, жалпы қандай тақырыптарды көргілеріңіз келеді, сол туралы комментарийға жазыңыздар. Комментарийді мен өзім оқып отырам және сол комментарийде жиі қойылған сұрақтарды жинақтап, соларға арнап видео түсіруге тырысам. Және бұл трак туралы да көп адамдардың сұраған еді, неге сен трак туралы түсірмейсің, тракистер қанша табады деп. Сол сұрақтардың әрине жауабын беретін бүгін күн туған сияқты. Егер осы трак туралы, трак бизнесі туралы, олардың табысы жайлы және Асқаттың тәжірибесі жайлы білгілеріңіз келсе, онда Асқат бізді күтіп тұрған авто тұраққа кеттік. Сол жерде кездесейік. Кеттік. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалайсың? Жақсы Алла деп. Кездескеніңе рахмет. Бүгінге бізге мынау уақыт бөлгеніңе рахмет. Қалай? Жағдайың қалай? Шүкір жақсы Алла деп. Ал Асеке, міне алтын уақытыңды бөліп, осындай бір әдемі сұхбатқа келісім бергеніңе рахмет. Енді міне бүгінгі күн енді жексенбі, осындай демалыс күні маған ыңғайлы болды. Енді сәт түсіп тұрған шығар. Біраз уақыттан бері кездесе алмадық. Бұл жігіттерді ұстау өте қиын. Өйткені бұлардың әр сағаттар ақша болғаннан кейін шапқылап тұрмайды. Bir күн естісең қалада, бір күн естісең басқа бір Монтанада жүреді, бір күн қарасаң Нью-Йоркта жүреді. Американың бармаған жерлері жоқ. Навигатор қолданамыз. Ол навигатордың қандай қасиеті бар? Сенің картаңнан айырмашылығы не? Мына навигатор специально тракқа арналған. Трактың размерін, төбесі, мысалы 13/6 фит, ширinaсын бәрін осы навигаторға енгіземіз. Ол навигатор чисто трактар жүретін жермен жүргізеді. Андай аласа мосттарға кіргізбейді. Аласа мостқа кіретін болсаң, тіреліп қалуы мүмкінсің, уже артқа жол жоқ мына жерде. Сондықтан осындай навигатор қолданамыз всегда. Азеке, ең бірінші тракқа отырған кезде сезім қандай болды өзі? Ең алғаш. Өз Қазақстанда айдап па едің? Жоқ, жалпы негізі Қазақстанда машина айдап көрген жоқпын. Мәссаған. Иә, Америкаға келген кезде осында таныстарым болған, ауылдың братаны, сол айтты негізі машина айдау керексің деп. Сонда Қазақстанда 1-2 рет стажировка жасадым да, жалпы машина айдап көрген жоқпын. Жеңіл машинада айдамаған, келіп тракқа мініп кеттің бе сонда? Иә. Мәссаған. Ең алғаш отырғанда қандай болды рульге? Қандай қорқыныш болды ма? Қорқыныш негізі ондай алып бара жатқандай болған жоқ, өйткені школда өттік қой. Үйреніп кеткенше сәл қорқыныш болады, ал ондай алып бара жатқандай қорқыныш жоқ. Мысалы, адамдар айтады, паркинг қиын дейді, яғни парковка. Ең алғаш парковка жасай алып жүрдің ба мысалы? Сол, иә, парковка жағы қиын болды. Мойындаймын, потому что мына жерде үлкен, ұзын трейлерлары, сондықтан қиындау болды. Бірінші парковкада мен парковка жасай алмадым.
груз алдым, заправкаға тоқтау керек болды. Сол кезде мен парковка жасай алмадым, өте қиын болды. Сосын сол жерде тұрған трак драйверлар, водительдер көмектесті, өздері отырып, мен машинама тракқа, өздері парковаться етіп берді. Сен көмек сұрадың ғой? Иә, өйткені ол жерде опасный да, ол тракқа да опасный, маған да опасный, сондықтан өздері көмектесті. Сөйтіп, содан кейін екіншіде уже жайлап үйрендік, өзіміз қойып, майыстырып, қайта шығып, 10 рет қарап. Одан кейін мысалы білеміз ғой енді Қазақстанда, Ресейде тракистердің өмірлеріне қауіп төнеді, мысалы жолда тонап кетуі мүмкін, ұйықтап жатқан кезде мысалы жүктерін алып кетеді, пломбаларын жұлып алып, бір нәрсесін ұрлауы мүмкін дегендей кездесіп жатады ғой, енді естиміз. Сондай дүние бар ма? Сондай бір риск бар ма осы Америкада? Сенімен кездесті ме сондай? Негізі жеке өз басыма кездескен жоқ. Бірақ тоже Америкада да бар деп естимін, бірақ ондай кездескен жоқ. Бірақ енді андай рэкеттер деп трассада тоқтатып алып тонау деген жоқ шығар енді ондай? Ондай рэкеттер деген жоқ. Өйткені Америкада, потому что менің ойымша бәрінде қару-жарақ бар, даже кейбір трак драйверларда да қару-жарақ бар. Көлігіне салып жүреді қаруын. Иә, негізі ол білмеймін, заңды ма, заңсыз ба, бірақ салып жүретін адамдар бар. Сондықтан ешкім сені тоқтата қоймайды. Ондай рэкеттер деген понятие менің ойымша Америкада жоқ сияқты. Ол жақта заң қатал ғой енді. Заң қатал, иә. Плюс сен кімді тоқтатсаң да, кіммен ерегіссең де, сенің өміріңе қауіп төнеді по-любому. Өйткені мұнда кез келген адамда қару бар. Иә, қару бар, иә. Заң бойынша қару ұстап жүруге болады. Біздің штатта да айтпақшы шерифқа барып разрешение алып керек емес дейді қазір. Қазір Северный Каролинада. Сатып ала бересің. Магазинға барып, форма толтырып сатып ала беруге болады екен. Мысалы, қатты шаршайсың ба жұмыстан? Жалығатын, шаршайтын кездерің бола ма? Әрине шаршайсың. Жолда деген ұзақ 10 сағат, 15 сағат отыру деген шаршатады адамды деген. Кейде шығып кетсең бе деп ойлайсың. Мысалы, трак туралы айтқан кезде адамдардың барлығы ақшасын ғана айтады да, сол қиыншылығын айтпайды. Сен енді қиыншылығын айтып берші, осы трак жүргізушісі, яғни трак драйвердің қиыншылықтарын айтып берші, бірінші содан бастайық енді. Өйткені интернеттегі ютуберлер тыңдап алады да, ой, мен мынанша мың жасадым дейді. Бірақ көп адам оның қиыншылығын айтпайды ғой, қаншалықты зор екенін. Қиыншылығы жолда отырасың, әрдайым ұйықтамайсың, семья көрмейсің, еркін істей алмайсың. Емін еркін жүре алмайсың, постоянно неде отыру керексің за рулем. Сол основной қиындығы. Той томалақтан қалып қаламын десеңші, туған күннен. Тума, семья, отбасы көрмейсің. Основной қиындық сол шығар енді. Бұлай енді, егер де айдау білетін адамға негізі қиындығы жоқ ондай алып бара жатқандай. Ал енді плюсын айтшы, қандай плюсы бар? Мысалы, минус ретінде сен енді тек қана үйді көрмеуді айттың. Енді плюсы әрине бірінші ақша болуы мүмкін. Плюсы енді ақша, әлбетте ақша болады біріншісі, екіншісі плюс мына жерде сенде басты болмайды. Сол плюсы. Сенің артыңнан, үстіңнен қарап тұрмайды постоянно. Жүр, не істеп жатсың, отырма, не істеме деген сияқты ондай не болмайды. Бастық жоқ, сенде постоянно тұр, жүр деп айтып отыратын. Кездер болды ма? Қолыңды сілтеп кетіп қалғың келген, осы жұмыстан кетсем деген, кетіп қалып қайта келген, сондай бір моменттер болды ма? Ондай моменттер негізі кеткім келеді, бірақ айлығы жақсы болғаннан кейін кету қиын трактан. Жіпсіз байлап тұрады деші ақшамен? Иә, ақшамен байлап тұрады. Өйткені деген ең несі жирный үлкен плюсы ол зарплата болып келеді, ол по-любому. Неше жылдан бері сен істеп жүрсің? Мен 4 жыл болды істеп жүрген. 4 жылдан бері ең мықты тапқан айда қанша болды жүргізуші ретінде? Өйткені білем, жүргізушінің шығыны тек қана тамағы ғой енді болды, басқа жоқ, иә? Сонда сен жүргізуші ретінде есіңе түсе ма? Ең бір керемет ақша тапқан айың, қолыңды соғып, мынандай қуанып, қанша болды? Жобамен? Жобамен айына где-то
12-14 мың доллар болған шығар, иә, жоба. Ең мықты тапқан кездерің болды. Ең мықты тапқан, иә. Ал енді ең нашар тапқан айың есіңде ма, мысалы? Сен шынымен жұмыс істедің, бірақ нашар таптың. Шынымен жұмыс жасап нашар тапқаным где-то 6 мың-8 мың доллардай болды, иә. 6 мың 8 мың. Енді сен 6 мың 8 мыңнан жүргізушінің, иә, жеке трактың иесі емес, шығынын айтып берші. Жобамен қандай шығын болады жүргізушіде? Трак сенікі емес болған жағдайда. Тамақ, киім, өзіңе керек навигатор, телефон сияқты болады. Чисто тамақ болады ғой шығын. Сосын душқа, лаундри солар болуы мүмкін. Киім-кешек жуатын жер. Иә, сондай киім-кешек жуатын, тамақ, душқа может кетуі мүмкін. Айланып алшы сен. Мына жерден істейін. Иә. Міне, ұзын трак айдағанның бір қиыны осы, міне, ағайын. Біз бағанадан бері кері қарай бұрылатын жер таппай жүрміз екенбіз, шырайланып қалған үшін. Сенде осындай бір жерге келіп тұрып қалған жер болды, кез болды ма? Тіреліп қалған. Ал енді қалай шығамын деген. Болады, иә. Тіреліп қалған кездер болады. Кейде жолдың бойынан груз жүк алу керек болады. Кез келген уақытта негізі түсініспеушілікпен қарайды, қарама қарсы келе жатқан машинада, арттағы машинада көмектесуге тырысады әрдайым. Яғни жолда сыйлайды. Сыйлайды, иә. Жолда сыйлайды. Менің ойымша, жүк жүргізушілерді барлық жерде сыйлайды деп ойлаймын Америкада. Ал енді ең қорыққан кезіңді айтшы, мысалы осы тракта жүріп бір Құдайға бір қатты бір сыйынып кетіп бір қорыққан кезің болды ма? Сондай бір уақиға бар ма? Қыста болсын, басқа бір жағдайда болсын. Мысалы, я Алла, осы жолдан аман есен өтіп кетсем екен дегендей бір критикалық бір жағдай болды ма? Қыста болғанда, иә, боранға түсіп қалған кезім болды. Өте қатты боран. Боранда дворник жасамай қалды. Алдың жабық. Иә, қар. Сондан өте қатты қорқыныш болды. Терезені сүртіп, ближайший парковкаға шейін бардым, қорқып бардым. Потому что дворник істемей қалса, вообще ештеңе көрмейді екенсің шынымен де. Қатты қиналдым. Мына қазір енді кризис туралы көп айтылады ғой, тракистер ақша таппай жатыр дейді. Осы қаншалықты жүргізушіге әсер етеді? Яғни жүргізуші ретінде кризистің үлкен әсері бар ма саған? Негізі жүргізушіге ондай қатты әсері жоқ. Басында негізі ковид кезінде, пандемия кезінде жүргізушілерге кішкене нехватка жүргізушілер болғаннан кейін зарплата көбірек төледі. Қазіргі кезде 55-65 цент төлейді. Бір мильға. Бір мильге 55-65 төлейді. Иә, қазіргі уақытта. Ал пандемия уақытында где-то 75-1 долларға шейін төледі. Ол таза жүргізуші алып кетеді? Таза жүргізуші алып кетеді, иә. Ол да груз пустой жүреді ма, грузбен жүреді ма, жүрсе болды, уже ақша ала береді. Сондай болды. Ондай айырмашылығы жоқ. Кризистің айырмашылығы жоқ. Жүргізуші ол өзінің жүрген ақшасын алып отырады болды. Жүк шықпай қалмау деген жоқ па сонда жүргізушіге? Мысалы, жүк болмай қалса, жүргізуші отырып қалмай ма? Отырып қалады, жүк болмай қалса. Бірақ сол енді кризис болып есептелмей ма? Мысалы, жүк жоқ, жүргізуші енді жүрмесе ақша алмайды ғой. Жоқ әлде жүк тұрақты бола береді, бірақ рейд төмен болғаннан кейін табыс азаяды, бірақ жүріп тұрасың ба бәрібір? Я, негізі жүк болады, просто ол жерде уже ары қарай компанияға байланысты. Қандай компанияда жұмыс жасайсың, сені қалай жүк тауып береді, қалай жүк тауып бермейді, соған да байланысты. Я. Сен мысалы кейбір компанияларға кіріп, олар саған жүк тауып бермейтін болса, сен жұмыстан шығып кетсең болады, басқа компанияға барсаң болады егерде. Я, болады, я, ондай. Ары қарай уже жүргізушіге байланысты. Жүргізуші бір компанияда ешқандай контрактсыз жұмыс жасайды, кез келген уақытта шығып кете алады жұмыстан. Басқа компанияға бара алады жұмысқа. Американың ауылдары қандай дейтіндерге міне? Ауылдардың жолы қандай міне? Мынау мысалы ауыл. Жолдың оң жағында, сол жағында үйлер. Ауылдың үйлері осындай кішірек болады. Әрине ескілеу болады. Бірақ жолы жап-жаңа. Қанша ауыл болса да жолдарын көріп отырсыздар, қандай екен. Ал енді көлігімен таныстырып өтсең, мынау Volvoның несі, иә? Бұл Volvo ғой? Volvo, иә. Volvoның
VNR дейді, ең кішкентай бір модель, самый простой модель. Қай жылғы машина мынау? 2024 flatbed деп аталады, осындай тақтайша, бізде деген платформа деп аталады екен орысша. Toolbox, мынандай бокс ящигіміз бар, ішінде керек жарақтардың бәрі осы жерде сақталынады. Мынау цеп, үлкен ауыр груздарды цеппен байлаймыз. Көбінесе стройкаға арналған жүктер болады көбінесе. Құрылыс материалдары. Темір. Мына жерде тоже өзімнің тоже ящигім бар. Мына жерде мынау одеяло, сондай специальный кейбір жүктерді жыртып кетпеу үшін палатканы осындай одеяло қоямыз. Мынау резинка тартатын. Мына жерден бір ағаштар көріп тұрмын. Ағаштар сол жүктің астына қоятын ағаштар көбінесе. Астына қоятын ағаштар. Иә, мына кезге олар форклифтпен ана көтеріп алатындар, осы ағаштың астынан көтеріп алады да, жүктерді алып кетеді. 8 фиттік палатка, екеу. Бұны сонда жүкті толық жауып тастайсыңдар ма? Жүкті толық жауып тастаймыз. Кейбір ағаштар болады, жаңағыдай строительный стройкаға арналған ағаштар су болмау керек. Там жаңбыр, қар, боран болған кезде ағаштар су болмай, дымқыл болмау үшін осындай палаткамен жауып қоямыз. Жүктерді мынандай страппен бекітеміз кез келген жүкті. Екінші жәшігім тоже мына жерде тоже грузды бекітетін страптар, мына жерде тоже палатка, тоже екі палатка тоже запаста. Мынау 53 фиттік. Трейлердің ұзындығы 53 фит, иә. Міндетіңе не кіреді жүргізуші ретінде? Мысалы, дөңгелек жарылса, немесе трак сынса, не істейсің сен? Біздер өзіміздің арамызда жай прикол ретінде айтамыз, біз негізі жүргізуші емес, біз как летчикпіз деп өзімізді пилот сияқты отырамыз, болды. Біздің міндетіміз күнде таңертең полностью тракты тексеріп шығу, майды тексеру, суды тексеру, дөңгелектің ауаларын тексеру. Сосын жүк болса, жүкті тексеру керек. Сол біздің міндетіміз основной. Ал сынып қалатын болса, егерде біз тексерген кезде дөңгелек жарылған болса, или су жоқ, май жоқ болатын болса, бізде өзіміздің менеджерларымыз бар, телефонда отырады 24 сағат бойы. Сол менеджерларға звондаймыз, менеджерлар сол бізге керек сервисті жасайды. Ештеңе істемейсіңдер? Ештеңе істемейміз. Біздер даже дөңгелек ауыстыра алмаймыз. Мен дөңгелек жарылса, мен білмеймін дөңгелек қалай ауыстыратынын. Сенікі flatbed, ал мынаны не деп айтады? Мынаны dry-van дейді, сухой. Киім-кешек, или там сок, напитки, сосын кейін нелер бар. Сухой жүктер. Кез келген коробкадағы не деген жүктер. Коробкадағы жүктер. Енді бұның тағы бір түрі бар, ол холодильник па, сондай бар, иә? Холодильник, тура осындай болады, бірақ холодильник болады. Ол жерде уже мұздатылған тағамдар тасиды. Астында тұрған мынау не? iPad тұр ғой. Мынау iPad біздің негізі заң бойынша біз осы iPadпен жүру керекпіз. Мына жерде мысалы 11 сағат айдауыңа болады, 10 сағат ұйықтау керексің, 3 сағат ол сенің заправкаңе, тамақ ішуіңе болады жалпы. Мына жерде май, сосын майдың температурасы, ауа міндетті түрде қараймыз. Сосын бактың несі. Механика ма, автомат па? Мынау автомат. Коробкасы қайда бұның? Қалай қосасың? Коробкасы білмеймін, не деп айтады, мынандай автомат. Автомат деген джойстик деп айтады ма, не деп айтады? Құр кнопкамен, иә? Құр кнопкамен, иә, RNG. Мына жерде тоже шкаф, тоже киімдерді андай вешалкамен іліп қойсаң болады, парадный киімдерді. Костюм алып жүруге болады екен ғой. Иә, костюм алып жүруге болады мына жерде. Мына астына тоже аяқ киімдеріңді сақтасаң болады, бірақ тоже мен көбінесе тамақтарды сақтаймын. Мына жерде төсегім, мынау екінші этаж. Екінші этажды қолданбаймын, ондай көп заттарды керек емес, артық заттардың бәрін осының үстіне тастай беремін. Мынау микроволновка, тоже токпен жұмыс жасайды. Мына жерде столың, мына жерде отырып тамақ ішсең болады. Арнайы стол бар екен осы жерде. Мына жерде тоже керек инструмент, пышақ, қасық, нелердің сақтап жүрсең болады. Стол, сосын мына жерде холодильник. Холодильник негізі өшіріп кеткен. Сен енді үйге келдің ғой, ол бос тұрады ғой енді. Бос тұр, иә. Мына жерге бір апталық тамақ сияды. Автоновка пеш бар, қосып қойсаң болады. Мына жерде специально өзінің приборымен қолданасың. Мысалы, суытып, жылытып отырсаң болады. Қыста, иә, қосып қоясың машина, трактор. Ол үшін трак оталу керек емес. Керек емес, иә. Керемет, керемет. Тамақты көбінесе микроволновкада қолданам, бірақ көбінесе мынандай газ плита қолданам мен деген. Айтпақшы, Асекең бұл шеф болған, яғни өзінің тәжірибесі бар, повар.
Сондықтан иә өзің тамақты қатырып істеуі мүмкін. Осы Иә. жерде істей берсең бола ма сонда Иә, машинаның ішінде? осы жерде иә істей беремін. Сковородканы аламын да, мен онда сковородканы қойып, кез келген тамағымды пісіре беремін. Мәссаған. Америкаға өз қашан келдің және өзің туралы бір мәлімет беріп өтші мына көрермендерге. Мен өзі Батыс Қазақстан облысы Жалпақтал ауылынан боламын. Қазақстаннан Америкаға 2018 жылы грин карта лотерея арқылы келдім. Екі ұлым бар. Бәрекелді. Жолдасым Алматы жақтан, Алматының тумасы болып келеді. Бірінші қайда келдің? Бірінші келген штатым Флоридада, Орландо қаласында 2 жыл жарым тұрдым. Қазір уақытта солтүстік Каролина, Шарлотт қаласында тұрып жатырмын. Енді Базеке, енді бұл жерде терминдер бар. Менің білетінім, жаңағы CDL болмаса бұл тракты айдай алмайды, иә? Адамдар CDL деген көрермендер ол Commercial Driver License, яғни қазір менде driver license бар, яғни жүргізу куәлігі. Мен онымен мына тракты айдай алмаймын. Мен онымен кішігірім көлік айдаймын, ол мынаған жарамайды. Енді сол Commercial Driver License алу үшін не керек және сен қалай алдың? Commercial Driver License алу үшін ең бірінші Американың правасы керек. Содан кейін тест тапсыру керексің. Мысалы, жүк жүргізушінің тесті болады. 3 тест болады, 75 сұрақ. Соны тапсырып, DMV-дан. Сон деп айтады. Сондан барып тест тапсырасың, американский сон или DMV. Содан кейін ол пермит береді, тесті өтті деген. Сосын ары қарай школаға бару керек, CDL школасы. Ол школада осы трактың полностью үйретеді, тракты айдауды үйретеді, паркинг үйретеді, мотор, не мотор, дөңгелек, жалпы барлық несін үйретеді. Жолда немен сен байланыс болады, соның бәрін үйретеді жалпы. Содан кейін уже сен сол жерде сол школадың өзінде тест тапсырасың и жүргізу тесті, road тест. Содан кейін DMV-ға келіп, саған CDL-ыңды алсаң болады. Мен CDL-ымды өзім Орландода алдым. Тоже өзіміздің адамдар болды. Тоже өзбек ағайындылар, солармен бірге көмектесті, бір сөзбен айтқанда, алуға. Енді осы Commercial Driver License-ті алатын шығынды айтып берші. Қанша ақша жұмсайды адам? Мысалы, Қазақстаннан келді, адамның қолында оның міндетті түрде жұмыс істеуге рұқсаты болу керек, немесе грин картасы. Грин картасы болатын болса, енді тест тапсыру где-то $20-50 айналасында болатын шығар. Ол ана фи, мемлекетке төлейтін ақшасы. Мемлекетке школа $1500-$3000 тұрады. Ол оқып шығу ма? Оқып шығу. Сонда ол где-то 3500-ге полностью алып шығсаң болады. Ал енді мектеп қанша уақыт алады оқу? Мектеп мектеп негізі адамның өзіне байланысты, 1 аптаның ішінде үйреніп шықсаң болады, или 2 аптаның ішінде үйреніп шықсаң болады. Мен, мысалы, 1 ай жүрдім. Мен өйткені жұмыс жасап жүріп, мектепке жұмыстан кейін барып жүрдім, емін-еркін жүрдім. Ал былай таңертеңнен кешке шейін оқитын болсаң, 1 аптаның ішінде үйреніп шығуға болады. Ал енді жаңағы ағылшын тілін қаншалықты маңызды? Мысалы, менің білетінім, сен тест тапсырасың, иә? Сол кезде тестті американдықтар келіп сенен тест алады, ол жүргізуші. Сол кезде жаңағы traffic inspection дейді, соның бәрін өту үшін ағылшын тілін жақсы білу керек пе? Жоқ әлде жаттап алып өтуге бола ма? Тестті жаттап алып өтуге болады, ал школада тоже көбінесе біздің жақтың адамдары өзіміздің школаға барамыз, русскоязычный. Ол жерде бізге тоже жаттауға үйретеді, жаттап алуға. Ненің не екен жаттап алуға үйретеді. Основной базаны үйретіп береді саған. Мотор, мысалы, engine, transmission, соның бәрін жаттауға үйретеді. Сен уже полностью тракты, бірақ ағылшынша білесің уже тракты. И соны жаттап алып, уже ары қарай емін-еркін жүре берсең болады. Қысқасы, қазір бізді көріп отырған көрермендер қолдарында Америкаға егер әрине турвиза емес, жұмыс істеуге рұқсаты болса, немесе грин картасы болса, ағылшын қатты білмесе де трак айдай алады, иә? Айдай алады, әрине. Тамаша. Өйткені менің ойымша Америкада водительдер тоже естуім бойынша жетіспейді екен. Негізі жүргізушілер жетіспейді. Жүргізушілер жетіспейді. Жетіспейді, иә. Жүргізуші ретінде дәл осы соңғы өткен айдағы табысыңды жобалап айта аласың ба? Немесе жалпы соңғы 1 жылдағы табысың қаншаның көлемінде? Яғни қазір көріп отырған, қызығып отырған адамдар болса, қанша ақша жасауы мүмкін бүгінгі таңда? Бұлай айтсам болады негізі. Орташа аптасына
2000 айына $8000 табуға болады жүргізуші. Ол үшін Ортасына. қанша жүру керек күніне? Былай айтайықшы, аптасына 3000 майл жүрсе болады деп ойлаймын. 3000 майл. Асхаттың да өзінің YouTube каналы бар. Бірнеше жылдан бері жүргізген, бірақ соңғы кезде қол тимей ол каналға видео салмай жүр. Бірақ Асхаттың жаңа трак туралы көргілеріңіз келсе, мен төменгіде descriptionда немесе комментарийда Асхаттың каналында қалдырып кетем. Сонда басып, сонда көрсеңіздер болады. Инстаграмында қалдырып кетем. Егер қажет болса, инстаграмында қарап көріңіздер. Асеке, осы Америкаға келгісі келіп жүрген азаматтарға және жаңадан енді ойы барларға не айтасың? Келерден бұрын Қазақстанда не істеу керек? Енді келгісі келетін адамдарға негізі жағдайына қарасын деп айтамын. Негізі всегда жағдайы қалай, желаниясы бар ма, соған да байланысты, или Қазақстанда қауіпті ма деген сияқты сондай байланысты келуге болады. Ал егер де Қазақстанда жағдайы жақсы болса, менің ойымша ондай келудің ондай қажеті жоқ деп ойлаймын. Мен жағдай жақсы дегенде, там миллиондап ақша табатын болса, ондай почти бірдей деп ойлаймын Американың деңгейі. Ал келетін адамдарға сол YouTube-ты көбірек қарасын деймін. YouTube-та барлық ақпараттар бар. Қазіргі кезде өзіңіздер жазып жүрсіздер, там виза қалай алуға болады деген сияқты. Бәрі заңды түрде келетін мүмкіндіктер өте көп. Оқуға келуге болады, жұмыс жасауға келуге болады. Тек қана водитель, там повар болу емес, там оқып, үлкен мировой компанияларға келіп жұмысқа орналасуға да болады. Ары қарай тоже через Мексика, анау арқылы келу, ол уже адамның жағдайына байланысты деп ойлаймын. Жағдайы қалай. Шынымен де келу керек болса, келсін Америка. Керемет, рахмет. Енді тағы бір не, енді туған жерге, мына біздің көрермендерге, халыққа қандай тілек айтасың? Енді тілегім Сәлем айтасың ба жоқ ауылға? Барлық қазақстандықтарға енді су апатынан аман болсын деп айтамын. Барлықтан ешкім ауырмасын, ең бастысы балаларымыз аман болсын, отбасымыз аман болсын. Тек қана жақсылықты жолға. Асекең дұрыс айтып кетті. Қазір көріп отырмыз, жүрегімізде ауырып отыр. Қазір мынау батыс Қазақстанның көп бөліктерін, үйлерді, бүткіл ауылдарда су алып жатыр. Әрине оған біз қабырғамыз қайысып отыр. Енді менің өзімнің жеке пікірім, әрине ол тек қана табиғат емес, басшылықтың, жемқорлықтың осы кесапаты деп ойлаймын. Бірақ дегенмен де халыққа сабыр берсін. Ең негізі ел аман, жұрт тыныш болсын. Тек қана жақсы күндерде жолығайық. Және Асхат, саған көп рахмет. Енді келесі видеоны сенің өзіңнің жаңа трагыңда, өзіңнің компанияңның атында отырып жазуды Алла нәсіп етсін. Қашанда жолда жүрсің, жолың ақ болсын. Америка иммигрант болып келіп, адалына кәсіп етіп, аяққа тұрып жатқан азаматтарының бірісің. Сен сияқты қазақ жігіттерін көрген кезде өте қуанам. Бір жерде отырып қалмай, әйтеуір жас болса да тіршілік істеп, балалы шағалы болып, яғни балаларын сүйреп, оларды оқытып, қосымша яғни амбиция бар, яғни бизнес ашам, мынандай компания ашам. Яғни Асекеңді айтып отырған жоқ, мен осы жүргізуші болып пенсияға дейін жүремін деп. Естіп отырсыздар, өзінің мақсаттары бар. Әрине мақсаттарын қазір барлығын жайып салмайды ғой картасын. Бірақ мен білетінім, бір аз уақытта қайттан екінші видео түсіреміз. Ол жерде басқа Асхатты көресіздер, Алла бұйырса, сол күндерде жолығайық. Аман есен болыңыздар, ел аман, жұрт тыныш болсын. Келесі видеода жүздескенше. Жақсы. Жақсы, сау болыңыз.